Дәуіттің 30 ұлы. Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы болған екен. Бірде құлшылық уақыты таяғанда ол ұлдарын ертіп мешітке келеді. Халық жиналып үлгермепті. 30 ұлымда бір жамағат қой деп жұртты күтпестен ұлдарымен ғибадатты бастап кетті. Намазда екі жаққа сәлем беріп жатып, расында да өзімнің әулетім бір қауым ел екен деп астамшылық ойлады. Намаз бітіп, бата жасаларда 30 ұлы сәждеден тұрмай қалды. Дәуіт секем алып тіксініп қалды. Астамшылық ойлап халықты күтпеген үшін Алла оның 30 ұлына сол мезетте қаза жеткізген екен. Қателігін түсінген Дәуіт 40 күн бойы бас көтермей Алладан кешірім сұрап жатып алды. Рахман Құдай оның күнәсін кешіп, Дәуітке 30 ұлыңды қайтарып берейін бе, әлде 30-ына татитын бір ұл берейін бе, деді. Дәуіт: Аллаға екі еткен жараспайды. Пендесі оның жіберген қазасымен таласпайды. Құдай салды, біз көндік. 30-ына татитын тағы да бір ұл бер, деді. Ұлық Алла тілегін қабыл алып, көп кешікпей ұлды болды. Есімін Сүлеймен деп қойды.